Шәует шығаратын түтік, оны дуктус деференс деп атаймыз. Жұп мүше болып табылады, көріп тұрғандарыңыздай. Және де аталық без қосалқысы түтігінің тікелей жалғасы болып, мінекей мынау дуктус эпидидимидис болса, соның тікелей жалғасы. Осы жерден бастап алады, және де шәует қоқшасымен бірге жаңағы ашылатын жерде дуктус эякуляториусқа ашылатын болады бірге. Оның ұзындығы 50 сантиметрді құрайды, көлденең ені 3 миллиметрді құрайды, диаметрі 0,5 миллиметр. Түтік қабырғасы жалпы елеулі қалыңдықтан тұрады. Қазір оның жеке құрылысына келеміз, көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан шәует шылбырының құрамында оның қабырғалары бір-бірімен жабыспайтын болады. Топографиялық орналасуына қарай оны 4 бөлікке бөліп қарастырамыз. Ең бірінші қысқа бөлігі, мінекей мынау бөлікті біз атаймыз аталық бөлігі деп атаймыз. Яғни ол аталық бездің артында оның қосалқысынан медиальды орналасатын болады. Мінекей мынау қосалқы болса, мынау осы қосалқыдан медиальды орналасып тұр артқы жақтында. Ол яғни аталық бөлігі. Келесі шәует шылбырының құрамында жоғары вертикальда көтерілетін бөлігі болады. Мінекей шап байламына дейін көтеріледі. Бетке шап сақинасына дейін көтеріледі. Вот сол үшін де бұл бөлікті бізде өзекшелік деп атайды. Келесі бөлігі шап өзегіне кіреді. Мінекей мынау шап өзегі, көріп тұрғандарыңыздай, каналис ингвиналис. Осы шап өзегінде жататын бөлігін біз атаймыз шаптық бөлігі. Келесі ең соңғы 4-ші бөлігі, бұл мына шап өзегінің терең сақинасы арқылы өтетін болады. Және де кіші жамбас астауының бүйір қабырғасымен шәует шығаратын түтікке дейін созылып жататын болады. Вот осы бөлікті біз атаймыз оның жамбас астау бөлігі деп. Жалпы түтік жамбас астауында шастармен ретроперитониальды жабылған болып келеді. Өз жолында осы құрсақ үсті, атап айтқанда төменгі құрсақ үсті артерияларымен, және де сыртқы мықын артериялары, және де веналармен қиылысып орналасатын болады. Әрі қарай енді түтіктің ең соңғы бөлімі кеңейеді. Вот осы кеңейген бөлігін оның ампуласы деп атаймыз. Ампула дуктус деферентис. Ампуланың ұзындығы шамамен 3-4 сантиметрге жетеді, көлденең ені 1 сантиметр. Ампуланың төменгі бөлігі біртіндеп тарылады да, мына қолғасты безінің жоғарғы деңгейінде шәует қуықшасы, мінекей мынау шәует қуықшасының осы шығарушы түтікшесі, яғни дуктус экскреториуспен бірігеді де, екеуі біріге отырып дуктус эякуляториусты түсетін болады. Ал ендігі шәует шығарушы түтіктің жалпы құрылысына келетін болсақ, ол шырышты қабаттан тұрады, туника мукоза. Одан кейін бұлшық етті қабаттан тұрады, туника мускулярис, және сыртқы сірлі қабат, туника адвентициядан тұратын болады. Бірінші шырышты қабат 3-5 бойлы қатпарды түсе орналасатын болады. Яғни бұл жаңағы шәуеттің оңай жылжуы үшін әрі қарай. Сонымен қатар бұл түтік ампуласының шырышты қабығында оның бүйір қалтасы, яғни мына жерде оның бүйір қалтасы ажыратылатын болады. Шырышты қабықтың сыртында оның бұлшық еттік қабаты жатады деп айттық. Бұл бұлшық еттік қабаты өзі ішке бөлінеді. Яғни ішкі бөлігі бірінші стратум лонгитудинали интернус, одан кейін стратум циркуляри, және оның сыртында стратум лонгитудинали экстернус шығатын болады. Вот осындай бұлшық еттік қабатының қалың болғандықтан бұл шеміршектік тығыздылыққа ие болған. Ал бірақта шәует шығаратын түтіктің кең жері, яғни ампуласында осы бұлшық еттік қабаты нашар дамыған болып келеді. Сыртқы қабығы, яғни атап өткендей, адвентициядан тұрады. Назарларыңызға рахмет.